Проект по дубляжу голливудских фильмов на казахский язык. Это такой один из, наверное, самых ярких, потрясающих проектов. Тамаша! Әлем өзгеріп жатыр. Біз де өзгерейік. Елбасы қойған мақсаттардың бірі 2020 жылы 95% халқымыздың қазақша сөйлеу керек деп. Оны жасау үшін жалпы өте жақсы халықаралық деңгейдегі контент болу керек. Сондықтан болашақ қауымдастығының азаматтары ойланып, біз тұңғыш рет Disney компаниясымен келісіп, тікелей ағылшын тілінен қазақшаға аударылып жатыр. Қош келдіңіздер. Мәлімдейтін бір нәрсеңіз бар ма? Негізінде бар. Міне. Это в целом продвижение языка, потому что благодаря проекту казахский язык стал 7-м языком Sony Pictures, он стал 2-м тюркским языком. Казахский язык стал официальным 39-м языком Walt Disney. И также в рамках проекта мы добились того, что казахская цифровая дорожка была включена в видеохостинге iTunes по всему миру. Сәлем, достар! Мынау айтады ғой, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді. Бірден бір өзіміз әсіресе мынау кино әлеміндегі, өнер әлеміндегі азамат пен азаматшалар өз ана тілін құрметтеп, насихаттамаса, оны ешкім керек қылмайды. Сондықтан да мен қуанам, ерекше қуанам бұндай бастамаларға. Ал көкесін танытайық. Благодаря реализации этого проекта мы способствуем формированию фонда зарубежного кино на казахском языке. Барлық қызық әлі алда деп ойлаймын.